Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте нәзік, дәмі ауызда еритін керемет дәмді самсалардың рецептісін ұсынғым келеді. Ол рецепттің басқа самсалардан айырмашылығы өзінің осындай жұмсақ болып шығатын қамырында және ерекше әдемілік беретін осындай шпажкаларды қолдануымызға байланысты өте ерекше әрі нәзік болып шығады. Сіздер де менімен дайындап көріңіздер. Ең алдымен майлылығы 20% болатын қаймаққа дәміне қарай тұз және жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап венчикпенен араластырып аламыз. Дайын болған сұйық массаны шетке қарай алып қоямыз. Енді електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, сары майды саламыз. Барлығын осылай қолымызбенен араластырамыз. Біздің ұнымыз бен майымыз бір-бірімен араласып, бірігуі керек. Осындай ұнның ұсақ түйіршіктері пайда болады. Осы кезде түйіршіктелген ұнымыздың ортасын осылай қолымызбенен ашып, оған сұйық массаны құямыз. Барлығын жақсылап осылай қасықпенен араластырамыз. Қамыр илейміз. Алдымен осылай қасықпенен, содан соң қасықты тазалап, қолымызбен қамырды бір-біріне біріктіріп, біркелкі қамыр илейміз. Достар, рецептке қажетті ингредиенттерді және олардың мөлшерін видео соңында описание бөліміне қалдырамын. Ал біздің дайын болған қамырымызды келесі кезекте осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігін осылай басып, жеке-жеке салафанға салатын боламыз. Қамырды тындырмас бұрын алдыменен осылай қолымызбен әрқайсысын басып, дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Дайын болған қамырды салафанға салып, бетін ауа өткізбейтіндей етіп жауып, шамамен жарты сағатқа тоңазытқышқа немесе 15 минутқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз тынып, өзінің формасын жақсы ұстау қажет. Қамыр тынғанша салмасын дайындаймыз. Тартылған етке ұсақтап туралған пиязды және дәміне қарай тұз және қара бұрышты салып, барлығын осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Тартылған еттің құрамында май болмаса, оған құйрық немесе іш майды тартып қосамыз. Қамыр дайын болып қалған кезде ыдысымызға осылай суды құйып, оған ағаш таяқшаларды, шпажкаларды салып, шамамен 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, дастарханымызға ұнды сеуіп, қамырды оқтауменен жаямыз. Егер қамыр оқтауға немесе дастарханға жабысып жатқан болса, онда кішкене ұннан себуге болады. Тым көп мөлшерде ұнды қолданбауларыңызға кеңес етемін. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Жайылған қамырымыздың қалыңдығы шамамен 1-2 мм болады. Осы қамырымызды енді видеодағыдай 4 бұрышты етіп осылай кесіп аламыз. Қалаларыңызша басқа формада да кесуге болады. Шеттерінде осылай жетпей қалған қамырларымызды бір-бірімен біріктіріп, осылай қолымызбен басып, бір-біріне жалғап аламыз. Дәл менікіндей кесу міндетті емес, қалауларыңызша өздеріңізге ыңғайлы тәсілмен де қамырды кесіп қолдансаңыздар болады. Енді осы кесілген қамырымызға шамамен 1 ас қасықтай өлшеп, жаңағы дайындап алған салмамызды салып шығамыз. Енді салмасын салып алғаннан кейін қамырымыздың шеттерін осылай бейнеде көрсетілгендей етіп қолымызбенен біріктіріп, шет жақтарын осылай қолымызбен қысамыз. Сол кезде сіздерде менікі сияқты осындай конверт пішіндегі самса шығады. Егер сіздерге бұндай түрі ұнамаса, онда өздеріңізге ыңғайлы ұнайтын кез келген пішінде дайындауларыңызға болады. Дәл менікіндей осылай жасау міндетті емес. Сіздер қалаларыңызша 3 бұрышты, дөңгелек немесе басқа формаларды да таңдауларыңызға болады. Осылай барлық самсамызды біріктіріп, шеттерін қосып шығамыз. Міне біздің самсаларымыз осылай әдемі болып түйілді. Енді осы самсаны жаңағы суға салып қойған ағаш таяқшаларымызды судан шығарып, кептіріп, осы ағаш таяқшаға бейнеде көрсетілгендей етіп орналастырып кіргіземіз. Міне осылай 2 данадан немесе 3 данадан салып, осылай ағаш таяқшамызға орналастырамыз. Барлығын дәл осылай етіп қайталаймыз. Дайын самсаларды пергамент қағазы төселген формамызға орналастырып, оның бетіне 1 дана жұмыртқаны осылай шанышқымен шайқап, содан соң жаңағы самсаларымыздың бетіне кондитерлік кисточканың көмегімен осылай жағып шығамыз. Алдын ала пешімізді міндетті түрде 160-180 градус аралығына қойып қыздырып аламыз. Және осылай бетіне әдемілік үшін кунжутты себемін немесе сеппей қойсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Енді осы самсаны шамамен 15-20 минуттай пісіретін боламыз.
Пісіру уақытын өздеріңіздің пештеріңізге байланысты таңдаңыздар. Беті осылай қоңырланып қызарған уақытта оны пештен шығарып толықтай суытамыз. Біздің самсаларымыз осылай әдемі, керемет болып шығады. Қонақтарыңызға ұсынған кезде дастархандарыңызға ерекше әдемілік сыйлайтын, өте дәмі ауызда еритін самсаларды сіздер де дайындап көріңіздер. Дайындаған болсаңыздар, өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдырып, басқа оқырмандармен бөлісе отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.